Ислам діні ғылым мен білімге аса мән бергенден, жалпы Құранда білу деген мағынаға саятын, илім деген түбірден тұратын 780 сөз бар екен. Олай болса, біз бүгін діни және зайырлы білім негіздері деген тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Ағайын армысыздар, бұл дін және заман телехабары. Бүгінгі студия қонағымен таныс болыңыздар. Қарағанды облыстық конфессияаралық қатынастардың проблемаларын зерттеу және талдау орталығының теолог маманы Қабылбек Аширалиев. Студиямызға қош келдіңіз. Олай болса, бірден сауалға көшейік. Діни және жалпы зайырлы білімнің айырмашылығын, аражығын ажыратып алсақ. Қазіргі кезде ғылымдардың бөлінуі әртүрлі көбейіп кетті ғой. Сол себепті мынау діни және зайырлы ғылым деп те қазіргі кезде бөлініп отыр. Діни ғылымдар деген кезде негізінен шариғи ғылымдар меңзеледі. Мысалға, Құдайды тануға арналған адамның сенім негіздерін бекітетін, үйрететін ақида ғылымы бар шариғатта, және де адам мен адамның арасындағы, адам мен Құдайдың арасындағы қарым-қатынастарды реттейтін фих, шариғи практикалық нормаларды бекітетін, жаңағыдай үйрететін фих ілімі бар. Одан бөлек, мынау адамның өзін жеке дамуына, жеке тәрбиесіне арналған, өзін дұрыстауға бағытталған ихсан ілімі деп айтады, немесе тасауф ілімі деп айтады. Осындай ілімдерді шариғи ілім деп айтамыз. Жалпы шариғи ілімдер, осы ислам ғылымдары осы негізгі 3 тармақтан басталады. Одан ары қарай да бөліне береді тағы да. Ал зайырлы ғылымдар дегеннен баршаларыңыз білетін химия, физика, кез келген жаратылыстану ғылымдары, яғни адамның өмірін жеңілдетуге бағытталған ғылымдар. Барлық, мысалы, жаратылыстану, жануарлар зерттеу болсын, бүкіл басқа ғылымдардың барлығы осы зайырлы ғылымдарға жатады. Жалпы дінде білім туралы не айтылған? Дінде жалпы ислам діні негізінен ғылым білімге негізделген дін. Құранның алғашқы аяты да оқы деп келген Құранда. Одан басқа да көптеген аяттар бар. Бұл ислам дінінің білім ғылымға аса көңіл бөлетіндігін білдіретін. Мысалға, Алла тағала мынандай бір аят түсірген Құранда. Құдай Алла тағала иман келтіргендермен және ілім иелерінің дәрежесін көтерді деген. Тағы бір басқа бір жерде білетіндер мен білмейтіндер тең ба деген сияқты сұрақ тастап бізге қаратпа сөйлеммен нетеді, Алла тағала айтады. Тағы да осы ислам дінінде аса бір маңызға ие мынандай бір Құранның сөзі бар. Уақул рабби зидни ғилма деген дұға бар. Яғни Құранда ол деген әрбір мұсылманның күнде айтып жүретін дұғасының біреуі болу керек. Яғни аудармасы Раббым білімімді арттыр деп күнделікті мұсылман адам, яғни Құдайдан білімін арттыруын сұрап отыру керек. Осы бұл Құранның аяттарына көмекші болатын, Құранның аяттарын түсіндіретін пайғамбардың хадистері бар. Ол пайғамбар хадистерінде де діни білім алу туралы, жалпы білім алу туралы көптеген сөздер келген. Соның бір-екеуіне тоқталып өтсек, мысалға, Алла тағала кімге жақсылық қаласа, оған дінді терең үйретеді деген пайғамбардың сөзі бар. Тағы бір сөзінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам нетеді. Діни кімде-кім білім жолына түссе, Алла тағала оның жұмаққа баратын жолын жеңілдетеді деген. Яғни бір ғалым адамның басқа қарапайым құлшылық жасайтын мұсылманнан айырмашылығы екеуінің мысалы ай мен жұлдыздардың мысалы секілді. Яғни бұл жерде ғалым адамды айға теңеп отыр. Яғни ол басқаларға өзі жаңағыдай біліп қана қоймай, басқаларға үйретеді, басқаларға нұрын шашады деген сияқты. Адасып тура жолдан ауытқығандар тура жолға салатын. Осы себептен жаңағыдай айға теңеп отқан бар ғалым адамда. Құранда ғылым мағынасын беретін 780 сол түбірден тарайтын 780 сөз кездеседі екен. Тағы да даналық деген мағынаны беретін 20 сөз кездеседі. Дана деген мағынаны беретін 97 сөз. Білу, түсіну деген мағыналарға саятын мағрифа деген сөз бар. Ол сөз жаңағыдай Құранда 70-ге жуық жерде кездеседі екен. Тағы да осыған ұқсас көптеген аяттар бар. Ақыл жүргізу, ойлану сынды мағыналарда. Осының барлығы қарап отырсақ, ислам дініндегі білім алуға өте қатты көңіл бөлетіндігін білдіреді. Енді осы жалпы осы діни білімді адаспас үшін қайдан алған жөн? Діни білімді адаспас үшін біз айттық, жаңағыдай діни білім алу өте маңызды, бірақ та
діни білім алған кезде өте сақ болу керек. Өйткені жаңағыдай дін мәселелері өте нәзік мәселе. Қазіргі кезде тіптен бұл дінге жаңағыдай саяси топтар араласып отқандықтан діни білім алған кезде өте қырағылық таныту керек. Әйтпеген күнде жаңағыдай түрлі саяси идеологиялық топтар өздерінің мақсаттарына пайдаланып кету қаупі бар. Қазіргі кезде біздің елімізді алатын болсақ, қарапайым мұсылманға жай күнделікті өзіне қажетті діни білім алу үшін барлық мешіттердің жанынан сауат ашу курстары ашылған. Сол жерлерден барып, сенімді дұрыс діни білім ала алады олар. Егер мектеп оқушылары немесе одан кейінгі топтағы жас өспірімдер діни білімді толығырақ, тереңірек үйренем десе, Қазақстанда 10-нан аса тіркеуден өткен, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тіркеуден өткен медресе бар. Жоғары арнайы орта білім беретін. Аталған медреселердің бірнешеуі колледж мәртебесін алды, статусын алды. Бұл жаңағыдай арнайы орта білімге де қанағаттанбаған кісілерге елімізде жалғыз Ислам университеті бар, жоғары оқу орны, Алматы қаласында Нұр Мүбарак Египет Ислам университеті деген. Осы жерлерден діни білімін арттыра алады біздің азаматтарымыз. Тағы да егер осы өзіміздің Қарағанды өңіріне келетін болсақ, әр мешіттің жанында сауат ашу курстары бар, және де Әл-Мәшәни мешіттің жанында арнайы сауат ашу курсы бар, жаңағыдай студенттерге арналған және басқа да кісілерге арналған. Сол жерлерден барып діни білімін жетілдіре алады. Осы жерде тоқталып өтсеңіз, дін тану бар, діни білім алу бар. Осының аражығын ажыратып айтып кетсеңіз. Жастардың адаспау үшін бұл. Дін тану, діни білімнің аражығы. Дін тану дегеніміз жалпы барлық діндерді оқытады ғой негізінен. Бұл жерде барлық дінге тең қарайды. Христиан діні болсын, ислам діні болсын. Барлығының, былай айтқанда, бастапқы негіздерін ғана оқытады. Ал діни білім деп отқан, менің ойымша, бұл жерде бір діннің ғылымдарын, негізгі ілімдерін тереңірек оқытуды меңзейтін шығар. Дінтану, яғни оқу орындарда, мектептерде қосымша пән ретінде оқылса, діни білім арнайы мешіттерде, медреселерде оқытылады, иә? Осы тұста айта кетер, жаңа өзіңізді айтып жатырсыз ғой, жоғарғы оқу орындары бар. Сол жоғарғы оқу орындары арқылы шетелге шығып, білім жетілдіріп жатқан жастарымыз бар. Сол шетелге шығып, жат ағымның жетегінде кетіп, елге келіп оралып, ел ішінде ой сананы улап жүргендер бар. Сол шетелге барып, білім жетілдіріп келген жастарға қандай да бір бақылау бар ма? Қазіргі кезде бақылау бар деп айтуға болады. Жаңа заңнама, өзгерістер енгізіліп жатқан заңнамада қарастырылып жатқан мәселелердің бірі осы шетелде діни білім алу мәселесі. Баршаға белгілі, жасырын емес, еліміз алғаш тәуелсіздік алған кезде көптеген жастар шетелге білім алуға кетті. Олардың білім алуына, яғни бұл рухани табиғи қажеттіліктен туындаған жағдай деп айтуға болады. Өйткені кеңес өкіметінің кезінде дінді тұмшалап ұстады ғой. Бұл жаңағыдай адамның бойында бар қасиет болғандықтан дінге сену деген, оны күшпен ұстап тұру мүмкін емес еді. Осы біз діни еркіндігімізді, тәуелсіздігімізді алғаннан кейін көптеген жастар шетелге діни білім алуға кетті. Ол яғни өздерінің рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында бұл жерде шетелдік миссионерлердің де үлестері бар, өздерінің әрекет жасағандар бар. Олар сол кезде қадағалау болған жоқ деп айтуға болады. Қадағалау болды, бірақ қазіргі кездегідей емес, ауқымды түрде емес. Көптеген кісілер сол кезде жаңағыдай ресми емес, дәстүрлі емес діни бағыттарда оқып келді. Мысалға, солар келіп елімізде көптеген бүліктер шығарды. Жаңағыдай басқа елдің дәстүріне негізделген, басқа жаңағыдай радикалды идеологияға негізделген неше түрлі жерлерде оқып келді, елдің тыныштығын бұзғандар бар. Енді осы заң жобасы қазіргі кездегі осы мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында азаматтардың осы елімізде дәстүрлі бағытта діни білім, жоғары діни білім алғаннан кейін ғана шетелге шығу мәселесін қарастырып жатыр екен. Бұл әрине жаңағыдай діни бостандықты шектеу емес, тек қана жаңағыдай қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесінде. Ал егер діни білімін болмай енді алғаш дінге келген адам шетелге жіберетін болса, олар жаңағыдай әртүрлі идеологияға кетіп қалуы да мүмкін. Шетелде мысалға
дәстүрлі бағытты оқытатын және де дәстүрлі емес теріс ағымдарда насихаттайтын да неше түрлі оқу орындар бар. Енді ол жерге дұрыс бағытта білім алып келу де мүмкін, дұрыс емес бағытта білім алу да мүмкін. Бұл жерде ешкім кепілдік бермейді. Сондықтан тәуелсіздік алған алғашқы жылдары солай болды ғой, мынау 70 жыл жүгенделіп тұрған ерік жігер бостандық алғаннан кейін барып адасулар көбейді. Сол кезде тәуелсіздік алған жылдарда екі түрлі жағдай болды деп айтуға болады. Бір кісілер барды да жаңағыдай дұрыс бағытта білім алып келді. Қазіргі кезде сол кісілер жаңағыдай осы еліміздің діни жағдайын реттеуге атсалысып жүр. Ал дұрыс емес бағытта білім алғандар да бар. Енді осындай жағдай қайталанбас үшін, ондай тәуекелге бармас үшін тек қана осы елімізде жоғары діни білім алғаннан кейін ғана шетелге жіберу көзделіп отыр қазіргі кезде. Заң тұрғысынан да қадағалау қатаңдатылды. Заң тұрғысынан реттеліп жатыр. Жалпы ислам діні зайырлы білімге қандай көзқараста? Ислам діні зайырлы білімге еш уақытта қарсы болған емес. Біз бұны жаңағыдай Құранның және пайғамбар хадистерінің, одан кейінгі классикалық ғалымдардың сөздерінен, еңбектерінен біле аламыз. Құранда айтылған, мысалға хадисте айтылған білімге байланысты сөздер ол жерде тек қана діни білімге ғана бағытталған деп тар мағынада түсінбеу керек. Бұларда ол сөздер жалпы айтылған, оны зайырлы білімге де қолдануға болады. Мынау алғаш кезде ислам мұсылмандардың елдерінде, мысалы мешіттердің жанында медреселер құрылған. Ол медреселер, сол медреселерде діни біліммен қатар зайырлы білім бірдей оқытылған кезінде. Олар жаңағыдай дами келе университеттерге ұласты. Оның жаңағыдай ислам дінінің алғашқы мұсылмандардың зайырлы білімге көңіл бөлгенін біз тарихтан көре аламыз. Тарихта ондай факт, жаңағыдай деректер жеткілікті. Әртүрлі салада, астрономияда, мысалы математикада, химияда, физикада көптеген мұсылман ғалымдар өздерінің үлестерін қосты. Ал солардың жазған еңбектері қазіргі кейінгі осы 20-19 ғасырларға дейін Еуропа елдерінде негізгі оқулық ретінде қолданылып келгенде тарихтан белгілі. Бірақ енді бұл өткен тарихпен емес, біз болашақпен өмір сүруіміз керек. Тарих ол өтті, кетті. Қазіргі кезде біздер осы мұсылман жамағаты дінді дұрыс түсіне алмай, білімді, діни және зайырлы деп, зайырлы білімге бей-жай қарап жатқан жайы бар. Бұған себеп ислами діни түсініктің өзгеруі бар, және де басқа да исламға, мысалы, діннің дұшпандарының да ықпалы бар деп айтуға болады бұл жерде. Жаңағыдай ең абзал білім ол діни білім деп, хадистерден, құрандардан мәтіндер келтіріп, тек қана сол діни білімді оқуға бағыттап, алдында зайырлы білімді екінші деңгейге түсіріп тастаған жағдай бар. Міне сол арқылы жаңағыдай біз дінді дұрыс түсінбегендіктен қазіргі кезде осындай кішкене ғылым білімде артта қалып отқан жайымыз бар. Жалпы ислам діні өзі көз ашық, көкірек ояу, ұрпақ тәрбиелеуді о баста нұсқаған дін. Олай болса, осы сөзіңізге тұздық болсын, осы соңғы сұраққа тақырыпты сабақтайтын бейнематериалға назар аударсақ. Білім деген бұл тек қана діни жағы ғана емес, көбінесе осы жағынан адамдар қателесуі мүмкін. Әрине шариғат ілімдері Алла Тағаланың ризалығын табуға, Құран, фиқ, хадис, ақида, тәфсир, тағы да ілімдері, бұл Алла Тағаланың ризалығын табуға көмектесетін, өмірімізге, дүниемізге пайдалы ілімдер. Бірақ қазіргі таңда медицина, экономика, тағы басқа білімдер, математика, қандай да бір ілім бар, бұлардың барлығы Алла Тағаланың айтып жатқан, көздеп жатқан ілімдерінің бірі болып есептелінеді. Не үшін? Өйткені ол ілімде адамдарға пайда бар. Пайғамбарымыз айтады: «Хойрун нас анфаухум линнас». Адамдардың ішіндегі хайырлысы адамдарға пайдалы болғаны дейді. Сондықтан Әл-Фараби, Ибн Сина, Әл-Джабир, алгебраны жазған қаншама ғұламалар ислам әлемінде өткен, негізгі ең алғашқы отаны жасаған, ең алғашқы жердің дөңгелек екендігін, жердің күнді айналатындығын айтқан осы ислам ғалымдары. Ендеше біз әрбір ісімізде білімге көңіл бөлу арқылы біз Алланың ризалығын естиді екенбіз, табады екенбіз.
Олай болса, дүниелік, яғни зайырлық білім алу деген, университеттерде, оқу орындарында білім алу дегенге көзқарастары қате, түсініктері басқа. Яғни ол шайтанның ордасы, шайтанның мекені деген түсінік тарататындар да бар. Ондайлардың көздегені не? Бұндай кісілердің көздегені негізінен діннің арасына іріткі салу, одан басқа түкте жоқ. Бұндай топтарды екі санатқа бөліп қарастыруға болады. Жаңағыдай өздері дінді түсінбей, дінді кер тартпалыққа итермелейді. Жаңағыдай дінде зайырлы білім алуға болмайды, олар жаңағыдай шайтанның ілімдерін үйретеді деген сияқты. Бұл кісілер негізінен мынау қазіргі кездегі мұсылмандардың ислам әлемінің ғылым білімде, яғни әлемде артта қалып қойғандығынан өздерінше бір ашынып, осы біз артта қалу себебіміз мынау діннен алыстау себебіміз деп түсінеді. Яғни діннен алыстауға себеп осы біз діни ғылымдарды оқымай қойғандықтан дейді. Сол себептен де жаңағыдай осы даму үшін, алға жылжу үшін тек қана біздер осы діни білімге көңіл бөлуіміз керек, дінге қайтуымыз керек деген мағынаны білдіреді. Бірақ та бұл түсінік өте тар түсінік деп айтуға болады. Өйткені жаңағыдай зайырлы білімдер, зайырлы ғылымдар діни адамның дініне ешқандай кері әсерін тигізбейді. Ол жай ғана ғылым, білім, керісінше ол жаңағыдай діннің дамуына, өркендеуіне үлес қосады. Бұл жаңағыдай осындай көзқарастағылар осындай бір қате түсініктер өмірге ортаға алып шығады, ал оларға жаңағыдай қолдау көрсететіндер де бар. Олар жаңағыдай мұсылмандардың арасынан болмауы да мүмкін, басқа әртүрлі идеологиялық топтар болуы мүмкін. Солар осындай пікірлерді ары қарай дамытып, қоғам арасында іріткі салып, жаңағыдай мұсылмандарды кер тартпалыққа итермелегісі келеді. Кер тартпалыққа итермелегісі келетін бір топ бар, және де екінші бір топ жаңағыдай ел арасында іріткі салу, жалпы ислам діні арқылы алауыздық туғызуды көздейтіндер емес па? Иә. Тағы бір сауал, жалпы бүгінде бізде ислам дініндегі білім алу ахуалы қаншалықты? Яғни қаншалықты мүмкіндік берілген? Біздің дінімізде, қазіргі елімізде діни білім алуға барынша мүмкіндік берілген. Бұл мүмкіндік беріліп жатқан себебі де мынау қазіргі кездегі елімізде мәселе туындатып отқан деструктивті ағымдар бар, радикалды ағымдар. Соларға тұрғындардың төтеп бере алу үшін діни білімді, діни сауаттандыруды барынша іске асырып жатыр. Өйткені проблема, мәселе дінде туындап отқандықтан, жаңағыдай уды умен қайтару керек деген сияқты тәсіл бойынша діни білімді тұрғындардың санасында діни сана қалыптастыруға тырысып жатыр. Сол себептен біз жаңа айтып өттік, мешіт медреселер бар, әр мешіттің жанында сауат ашу курстары бар, жаңағыдай жоғары оқу орындары бар. Қанша адам болса, соншалықты көзқарас бар екені белгілі. Осы тұста діни білімге көзқарасы қате, зайырлы мемлекетте діни білім қаншалықты қажет деген пікір білдіретіндер де бар. Жалпы діни білімнің маңыздылығына тоқталып өтсеңіз. Діни білім, әрине, біз зайырлы мемлекет болған соң, өзіңіз айтқандай кісілер, адамдар болады, көзқарастар, діни білімнің не керегі бар деген сияқты. Бірақ та, мынау Абай атамыздың бір қара сөзінде келеді ғой, ақылдың өзі жаңағыдай жеткіліксіз дейді. Ақылдан жамандық та шығады, жақсылық та шығады дейді. Яғни жақсы адамның да, жаман адамның да сүйенетіні ақыл дейді. Сондықтан барлық әлемде, қоғамда ізгілік орнау үшін Абай атамыз айтады, ақылдың жүрекке бағыну керек дейді. Яғни бұл жерде жүрек деп айтқаны, меніңше бұл жаңағыдай діни сенім, иман болу керек. Ақыл иманға бағыну керек. Діни білімнің маңыздылығын біз қазіргі кезде қоғамда ғылым білім дамымады емес, дамыды, шарықтау шыңына шықты деп айтсақ болады. Бірақ та соған қарама қарсы түрде жаманшылықтар да көп. Яғни білімді әртүрлі мақсатта пайдалануға болады ғылымда. Сондықтан да қазіргі діни білім, мынау ғылым жалпы адамзат игілігіне жұмыс жасау үшін оны алғаш, яғни сол ғылымды үйренетін адам бірінші діни негіздерді үйренсе, яғни діни құндылықтарды білсе, адамзатқа пайда тигізем деген мақсатта үйренсе, ол нұр үстіне нұр болушы еді. Мынау Әлихан Бөкейхановтың да Әл-Фарабидің да айтатындар бар ғой, жаңағыдай адамзатқа, Әл-Фарабидің сөзі бар, адамзатқа тәрбиесіз берілген ғылым зұлымдық болады деп. Жаңағыдай Әлихан Бөкейхановтың да айтқан сөздері бар. Халыққа қызмет ету білімнен емес, иманнан деген секілді.
Міне осы біз алаш арыстарының өміріне қарап отырсақ та барлықтары бірінші діни медреселерді оқыды, содан кейін жаңағыдай барып зайырлы ғылымдардың барлығын игерді. Сол өздерінің мемлекет құру барысында бұл кісілер жаңағыдай діни сенімдері, діндеріне берік болған кісілер деп айтуға болады. Сол діни көзқарастары бойынша ел үшін, жер үшін аянбай қызмет етті деп айтуға болады. Өте жақсы. Олай болса, бүгінгі тақырыпты түйіндейік. Жалпы толымды айтқан әңгімеден түйген 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні зайырлы білім болсын, діни білім болсын, бұл рухани дамудың негізі емес па? Олай болса, бүгінгі бағдарламамызға келіп қатысқаныңыз үшін көптен көп рахмет. Құрметті көрермен, дін және заман бағдарламасының бүгінгі саны осымен тәмам. Келер хабарда кездескенше.